Алла тағала сізге осы уақытты берген кезде денсаулық нығметін берді, уақыт нығметін берді. Осы екеуін дұрыс пайдаланып, құлшылықты реттеп өзінің орнына қойып қоятын болсаңыз, әдетке айналдырып тұрақты түрде істейтін болсаңыз, әдетке айналдыру деген кезде бұл жерде жалпы әдетке айналдыру деген шариғатымызда жақсы мағынасы бар, құлшылықты әдетке айналдыру деген сөздің, және екінші жаман мағынасы бар. Жаман мағынасы қандай? Құлшылықты әдетке айналдыру деген, яғни құлшылығыңыздан мән мағына кетеді. Құлшылығыңызға сіз рухыңызбен берілмейсіз. Ол сіздің күнделікті тамақ жеу, ұйықтау, тұру сияқты әдетіңізге айналып қалады. Мысалы, бір адам намаз оқиды. Намазында ойы басқа жақта, хушуъпен оқымайды. Құранда Алла тағала «Қад афлахал муъминун аллазина хум фи салатихим хашиъун». Намазын хушуъпен оқығандар құтылды деді. Хушуъ деген яғни жан тәніңізбен өзіңіздің Алланың алдында, михрабта, Алланың құзырында тұрғаныңызды сезініп, сондай бір астыңызда тозақ, өзіңіз сыраттың көпірдің үстінде тұрғандай, алдыңызда жәннат тұрғандай сезініп, сондай мына жақта сізді күтіп есігіңіздің алдында өлім періштесі тұрғандай, сондай бір халде намаз оқу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейтін еді? Саллу салата муадди'. Қоштасушы адамның намазын оқы дейтін. Қоштасушы адамның намазын оқы дейтін. Қоштасушы деген кім? Қоштасушы деген, яғни сізге өлім періштесі келіп, бауырым, сенің өлім сағатың келді, бұл дүниедегі сенің болды, несібең таусылды, қазір сенде 10 минут уақыт бар, 10 минуттан кейін сенің жаныңды аламын десе, өлім періштесі тура келіп сіздің алдыңызға көрініп тұрып солай айтса, сіз сол кезде қоштасушы адамның намазын оқисыз. Ол кезде намазыңыз қандай намаз болады? Білесіз, 10 минуттан кейін болды, сіздің жаныңызды өлім періштесі алады, мәйітіңіз жуылады, жаназаңыз шығарылады. Ол таңғы уақыт болатын болса, мысалы, кешке түнде сіз қабірдегі ең бірінші түніңізді өткізетініңізді білесіз. Қабірдегі ең бірінші түніңіз, яғни бағана қап-қараңғы қабірдегі жалғыз өзіңіз өткізетін бірінші түніңіз. Сіз оған қалай дайындаласыз? Бұл дүниемен қоштасушы адамның намазын оқу деген ол қандай? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаздарын солай оқыңдар дейтін. Енді ондай намаз адамды жамандықтан, арсыздықтан тыяды. Алла тағала «Инна салата танха анил фахшай уал мункар». Намаз адамды арсыздықтан, жамандықтан, күнәдан тыяды деді. Бірақ қанша намазхандар бар? Намаз оқиды, намаз оны күнәдан тыймайды, намаз оны базардағы алдаудан тыймайды, тараздан, жеуден тыймайды, өтірік уәде беруден тыймайды. Көп қой ондай адамдар. Тіпті сондай адамдардың кесірінен кейде кейбіреулерін естіп қалып жатасың, намазхандардан зат алмау керек, намазхандар үйтеді, намазхандар бүйтеді. Неге? Өйткені кейбір намазхандардан аузы күйген. Сөйтіп ол ойлайды, бүкіл намазхандар сондай деп. Ол намаз оқып жатыр. Неге оны намаз арсыздықтан, жамандықтан тыйған жоқ? Өйткені ол Алла тағала талап еткен шынайы намазды оқып жатқан жоқ. Оның намазы әдетке айналып қалған. Осы мағынадағы құлшылықтың әдетке айналуы дұрыс емес. Яғни әдет деген күнделікті сіз істейтін, бағана қайталап істей беретін істерден. Намаздың уақыты келді ма, жүгіріп келіп дәретіңізді алдыңызда, Аллаху акбар деп тұрдыңыз да, намазға кірдіңіз, ойыңыздың бәрі басқа жақта, тәніңіз мешітте, тәніңіз михрабта, бірақ жаныңыз базарда, жұмысыңызда, қазір шыққаннан кейін өту керек, қазір шыққаннан кейін ананың ақшасын беру керек, бағанағы затқа ақша салып беру керек, ана затты күтіп алу керек. Намазда тұрып, мысалы, соның бәрін сіз жоспарлап ойлап көрсіз. Алла тағаланың хұзырында тұрып, сіздің ойыңыздың барлығы басқа дүние. Енді Алла тағаланың бірінші назар түсетін жер қай жер? Сіздің жүрегіңіз. Алла тағала жайында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Инналлаха та'ала ла янзуру иля суарикум ва аджсамикум, валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум». Алла тағала сендердің сыртқы келбеттеріңе, дене бітімдеріңе қарамайды. Алла тағала сендердің бірінші жүректеріңе қарайды және амалдарыңа қарайды.